дінге жанашырлығыңыз Кремльден, мына Қазақстанның Компартия басшылығынан да қолдау тапқан екен. Сонда біз енді кеңес үкіметі дінге тыйым салып келді дедік қой. Сонда тыйым салса да арасында жол болды ма? Қалай болды? Мәселен, Горбачевқа ақыл беретұғын 5-6 Кремльдегі ақыл кеңес беретін кісілер менімен бірге болды. Шетелге шықтық, Бейрутке. Білдіңіз ба? Олар 6, мен 1. Олар ана жақта отырады, мен ана жақта отырамын. Әтек отырмаймын олармен. Солардың адам екен деп айтпасын. Тура ма? Сонан Бейрутке барғанда қаланың әкімінің қасында отырамын. Бұрақта мына жақтан бір араб жігіт келді, 30-35. Хей, хаулай жасус деді. Олар шпиондар деді. Хаулай шиуюн деді. Бұлар коммунистер деді. Хаулай хайнун. Бұлар сатқындар деді. Мешітті өртеп, молдаларды атқандар деді. Осыған қалай қабылдап отырсыз? Қаланың әкімі баспайды деді. Анада бір үлкен адам баласы ұқсайды. Енді Москвадан барған оның бастығы жүгіріп келді. Рәтбек, біз біттік деді. Барған екен бәрімізді жұмыстан босатып тастайды деді. Ал мына сөзден құтқармасаң бізді атады деді. Сонан кейін отырып қаланың әкіміне айттым. Иза атакум каримун қаумен фа акриму деген. Егер бір елдің ұлылары келсе сыйлай. Сіз сыйлай білмедіңіз ғой деді. Отырды да қалды. Өнеге анаған сұрадым, бұл қашан болған оқиға? 28-32-де деді. 28-32-де мен дүниеде жоқпын ғой дедім. Мен клевета қалай айта аламын мен оны? Жала. Жалан. Мен көргенім жоқ мен оны. Деген оны екі қолдан ұстатты алды да кетті. Мені өстіп, орыстар соны көріп, өздерін аман алып қалып отырғаннан кейін Кремльдегілер мені бұлай ұстайды болды. Сол Кремльдің арқасында 80-нен астам мемлекетке ресми шақырумен бардық. Бір барғанда 5-6 мемлекетке жүрген уақыттарымыз болды. Мені бұдан артық не керек? Doğru ма? Дұрыс айтасыз. Az олар Құдайдың жауы. Дін жоқ деп отырған адам. Бірақ менің ілімім үшін олар менен жалышты. Бұған қалай қарайсыз? Құдай ілімменен олардың үстінен шығарып қойса қайтесіз?